Так, әрі қарай жалғастырамыз. Добавить меню. Тегін курстар, мына жерде арнайы сілтеме тұрады. Бұлардың бәрінде бір проблема бар. Ол проблема мынаны басқан кезде жаңағы сайтқа өтпейді. Енді ол сайтқа өтуі үшін әрине ешқандай проблема жоқ. Просто link URL. HTML-ді білетін кез келген адам бұны түсінеді. Инстаграмға жазыл дейді. Мына жерде мен Инстаграм парақшам. Міне Инстаграм парақшам. Мынау басты бет. Міне біраз істеп тастадық. Енді келесі жұмыс. Мына картинкалерді біз арнайы S3-де сақтауымыз қажет. Оны бұлай да қоса беру керек. Менде PS компаниясының S3-ін қолданамын. Мен файлдарды сақтау үшін Django'да оны қосу өте жеңіл. Алғашында түсініксіз болуы мүмкін, бірақ кейін оңай. Енді бізде блокқа қажет тағы қандай функция бар. Бұл баннерный реклама, сосын астына код қосу. Пока что ол админге керек емес. Админнің возможностьін бір азырақ қосу керек. Жазбалар, санаттар және посттар. Comments count. Комментарий деген вообще жоқ мына жерде. Бізде комментарий жазатын заң қалай еді? Закон по комментарий. Казахстан. Интернет керемет болып тұр. Правила комментирования на сайты. Анонимные комментарии на сайтах запретили в Казахстане. Бірақ ол заңды көп сайттар елемейтін сияқты менің ойымша. Так, енді біз қалай істеуіміз қажет. Одна из касается запрета анонимных комментариев в интернете, согласно нормам комментариев, любые новости, статьи и другие материалы в сети казахстанцам можно будет после авторизации посредством электронной цифровой подписи ЦП или СМС-сообщения. Провал деген осы. ЦП, СМС деген қосу жеңіл, бірақ не үшін қажет маған ол? Енді комментарий жүйесі керек, сондықтан мен дисказ немесе комментарий ВК дегенді мен қоса салатын шығарым. ВК, мысалға ВК comments. Бірақ оның да минустар бар. Дисказды қоссам екен әлде. Дисказды көрейікші, дисказ қалай? Comments Django. Django дисказ деген арнайы библиотека бар екен, тіпті керек болса. Көрейікші, GitHub'та қалай. Next. Дисказға тіркелеміз, одан кейін арнайы ключті жазамыз. Так, domain, name, site objects ал, discuss text, discuss комментарий. 320 дейді, но танымал, нормально, 320. Сенімді демек, мүмкін. Он жыл орын, 5 жыл орын дейді, 4 жыл орын. Жетілмей жатқан демек әлі. Дисказ туралы қарау керек. Так. Пока комментарий керек емес.
сонда Django WordPress не істейді? WordPress'те арнайы плагин бар, бірақ оны ешкім қосып отқан жоқ сияқты негізі. Мен өзім тек қана Mastercard KZ сайтынан ғана көрдім сондай. SMS бойынша активация жасайды. Бірақ қалған сайттарда ондай жоқ. Мен өзім көрген жоқпын. Енді біз мына жерге баннерный реклама қосуымыз қажет. Енді әртүрлі баннерный реклама. Ол картинка болуы мүмкін. Сондай жағдайда сілтеме болады. Немесе арнайы код, виджет деген секілді. Ол жағына болмай. Так, енді әрі қарай нені жетілдіруге болады? Плеер қостық біраз. Ақпараттық қауіпсіздік. Robots, Django Robots, TCP. Арнайы плагин бар, соны қосайық. Сегіз ай бұрын. Supported Django version 3.0, осылай. Қаша дейді болайық бірінші. Robots файл себебі сайтқа керек ол өте. Әрі қарай не істейміз? Арнайы URL қосуымыз керек. URL. Паз дейміз және мынаны алып тастаймыз. Просто robots TXT. Енді бұл қалай жұмыс жасайтын маған қызық өте. Не көрсетеді экранға сонда? Қане, бұл жерде ошибка шығарып жіберді. Біз оны скачать еттік, одан кейін бір жерге қосу керек шығар мүмкін. Installed apps дұрыс бәсе, осындай бірден қосылады. Жоқ. Add robots to installed apps бәсе, иә. Бәсе, қалай қосылмай жұмыс жасайды ол? Тағы бір дегенді сұрап тұр. Бұның не үшін екенін мен білмедім бірақ.
Так, template setting'те не тұр менде? Көрейші, не деп тұрыз? Sites framework дейді. Так, migrate management. Иә, миграция істеу керек. Міндетті түрде қою керек пе не? Шамасы мен айтып түсінгенім бойынша ол мынаны сұрақ. Site ID. Бұл жерге сонда не жазу керек? Иә, site ID дұрыс. Так, мына жерде. Мына ошибка не үшін мынаны қос деп тұрғанын түсініп тұрмын, бірақ оны қосқанның өзінде проблема. Мынаны не үшін шығарып тұр, көрейік. Site ID осыған тең, мынаны жаздық біз. Django contrib sites. Ондай бізде бар сонсақ. Жоқ па әлде? Жоқ, ё-моё, жоқ екен. Иә, мен оны алып тастағам ғой. Әлде бар ма? Жоқ сияқты. Жоқ. Миграция істеу керек. Окей, миграция істедік. Админкіде не өзгерді? Мына жерде, міне осындай. example.com осындай деп шығарып тұр. Және мына жерде сайты, пользователи, URL адрес. Так, добавить URL адрес. Мықты, мынада өте. Админка арқылы басқарасың бәрін. Ой. Если в конце, так, например, иә, robots, дұрыс, URL адрес деп тұрған не зат екенін түсіндім мен. Одан кейін правила индексации, запрещение URL, разрешение URL, одан кейін сайттар, доступные сайты, иә, мына example.com деп бар. Host ertai.kz және sitemap.xml. Әңгіме жоқ, нормально. Пока что админ деп жазып қойшы, кішкене проблема жасамай. Негізі дебаг версиясына жеке сондай админ деп жазып, продакшн версиясына админ дегенді басқаша қылуға болады. Біз осыны қостық. Енді бізге керегі Django Storage S3. Бізге осыны орнату керек. Себебі сайтта картинка бар, фото бар, сурет бар. Үшеуі де бір-бірақ. Картинка, фото, сурет. Бізде орнатылған бұл. Әрі қарай. Default file storage, одан кейін бар static file storage. Мен статический файларды өзім серверінде S3-де сақтаған дұрыс көріп тұрмын. Давайте default file storage. Come on. Тең болады не болса. Мына жерде development версиясы бар, және production деген жерде деректер базасымен байланысатын данныйлар бар. Әрине мен оны
ашып көрсетпеймін. Бізге осыны жазу керек, және осыны жазу керек. Лучше бұндай данныйлардың бәрін, сосын секретный ключ дегендерді. Лучше бір NVIDIA сақтаған дұрыс. Оны бір атау береді, қалай екені есімде жоқ. Әйтеуір біз былай аламыз ғой. OS-Environment. Бір атауы бар. Осы жерге қажет ключтерді жазамыз. Одан кейін storage bucket name. Bucket name керек бізге. Одан кейін object AWS query string aus деген бұл қажет емес вообще. Пока маған қажет емес, мүмкін кейбір адамдарға керек болар. Max memory size, query string expire, AWS S3 file overwrite, AWS location, AWS is zipped, content types. Уже content type'қа шектеу жоқ. S3 region, verify, endpoint URL. Міндетті түрде endpoint URL. Бұны мен бұлай өзім толтырып шығам. Проблема жоқ. Так, меню жазылды. Trello'ны ашып көрейін десем, интернет нашар өте. Invalid endpoint дейді. Иә, недер екен мен түсіндім. Ол мынадан. Ана конфигурацияларды біз пока что жазбаймыз. Просто мен сақтап қойдым. Шамасы осыдан болып тұр. Endpoint жоқ дейді. Бірақ бұлай сайттың өзінде endpoint жоқ, сонсақ. Қане endpoint. Load menu, static. Так. Index HTML. Up menu static. Мына жерде upқа ештеңе қолданылмайды. Up деген жоқ. Алып тастасақ та болады. Что это такое? Мынада мен жаңа ғана жоқ еді ғой. Flask boto. Жаңа default file storage алып тастайық. Storages дегенде біз мына жерге қоспадық шамасы. Міндетті түрде қосамыз. Онсыз болмайды. Окей. Жаңағын жауып таста. Енді жеке беттер болу керек арнайы. Мына жерде шығып тұрады, ол аны немесе басқа жерде шығады деген секілді. Ол страницалар сайтта жеке тұрады. Негізі сол лендингпен екеуін біріктіріп жіберейін десем, қатты келіңкіремейді. Тест жазу қажет, арнайы юнит тесті. Давайте тестировать етейік менюді.
арнайы пакет tests test models.py test menu test case transaction test case болады міндетті түрде. Модел бар бізде. Біз модел тестлеуіміз қажет. Қазіргі жағдайда менде қанша тест бар? Так, бізге API-шке керек емес. Мен API деген вообще тестлемеймін. API деген жоқ. Тестлеймін енді. Кез келген. Бірақ мына блокта мен API-ді алып тастадым. Қазір динамический шаблон. Так, view class name, post details. Біз мынаны алып тастаймыз. Бұған тестті нойдан жазуымыз қажет. Так. Сайтқа поиск қосу қажет. Күшті идея өте. Мына тестті запускать етсеңші, ё-моё. Бұл жерде не дұрыс емес. Analytics тест. Бәсе, мен кеше бірдеңе жазған сияқты едім біреуіне. Сөйтсем ол жоқ. Бәсе, осы жерге жазып. Ол дұрыс емес, әрине мына жерге жазамыз. Мына тестті алып тастаймыз. Тест пустой. 0 тест. Біраз тест бар деген сияқты едім бір. Ол тестпен шамамен мен ол тест алдында API-ге жазылған тест, жаңа мен оны алып тастадым. Және онлайн оқытатын портал бар. Сол екеуі мен шатастырып отырмын демек. Ал бұлай тест жазу керек бәріне. Тест болмаса полный бардак болуы мүмкін. Define test create new menu self. Так, created menu objects create menu objects create name тең болады. Меню бірге position тең болады осыған. Бізге тип лучше мына жерге былай жазған дұрыс еді. Арнайы константамен бірге сөйтеміз. Енді self as assert equals created menu ID және ID емес name тең болатын болса менюге онда бәрі окей. Бәрі окей. Типті біз жазған жоқпыз. Тип міндетті түрде таңдалуы тиіс. Сонда default none. Сонда мұны қосылу тұр, ешқандай проблема жоқ. Тип пустой тұр, мына жерде біз оны жазған жоқпыз. Тест тем больше, тем лучше. Name тең болады, position тең болады соған. Color тең болады соған. Тип жаздық, мен өзім қуып отырмын. HTTPS бәсе ол қалай сақтайды, егер тип болмаса.
URL тең болады осыған. Created name. Біз былай істейік, мына жерде мына типтер шатасып кетуі мүмкін. Меню тип категория тең болады. Категория меню тип. URL тең болады URL-ге. Меню тип page тең болады page-ге. Тип тең болса меню тип URL-ге. Окей, меню тип URL және тип тең болса меню тип URL-ге. Меню тең болатын болса URL тең болатын болса https так, позиция тең болса 1-ге. Және бәрі окей. Тест create menu. Тест success create menu дейік. Одан кейін define test. Осылай болса success болу керек. Тағы нені тексеруге болады? Позиция уникалды болуы тиіс. Қайталанбауы тиіс. Бірақ жаңағы позицияны өзгерткен кезде проблема шығады. Лучше unique дегенді мен алып тастайын. Defaultный none, blank, true. Bash ref migrate. Позицияны жазбағанның өзінде ол success болуы тиіс. Position blank true default дегенді алып тастаймыз және міне ошибка шықты. Уже мен бір ошибка жіберген. Тестировать етпегенде біз оны білмейтін едік. Мүмкін не. Ал енді тексеріп көрейік. Дұрыс. Өте дұрыс айтасың. Тең болады none-ге. Мынау none-ге тең болу керек. Окей, міне дұрыс. Define test. Енді нені тестировать етеміз? Get menus. Пока что мен минима келіп тұрған осы қазір. Тест жазуға негізі біраз не керек? Ой керек. Мына тест деген өте аз. Әлі біразат тесту керек. Мысалға түсін мына жерде page, егер page деп көрсетсе, мысалға ол page дұрыс емес қылып жазса, минус жазып жіберсе болмайды деген секілді. Позиция мысалға минусовать ете алмайды. Validators минусовать, мына жерде минус жазуға болады. Min value, минимальный value тең болады осыған 1-ге тең. Мысалға біз осыны не істеуіміз керек? Тестировать етуіміз керек. Define test position menu position min value
осылай жазамыз, бәрі окей, бірақ бұл жерде біз бірдеңені өзгертеміз. Позиция мысалы -1-ге тең болса, ондай жағдайда min value failed дейді. Fail болуы тиіс. Position және ол мына тест сыртқа байланысты болмауы тиіс. Мынау окей дейді. Мен мына жерде, демек мен валидатор дұрыс жазбадым. Иә, дұрыс, валидатор дұрыс, бірақ оның көлемі, мысалға бүйтейік, 11 десек. Сонда ол не затқа? Осылай ма? -1 дейік. Демек миграция керек. Көрейік, енді көрейік. Жоқ, дұрыс. Минимальный, так, Django көрейік, іздейік. Max min value, мен сұрағаным осы. Min value валидатор, max value. Позитив. Мына жерде түсінгенім бойынша, егер бізге -1 жазбаған қаласақ, біз позитивный дегенді қолдануымызға болады екен. Ол 0-ден басталады минимальный значение. Демек, осыны қолданайық. Так, бізде осылай болады. Бұл, ошибка. Дұрыс. 0 десек. Окей. Енді жаңағы валидаторда қосайық. Минимальный 1. Ал біз 0 деп жаздық. Жоқ, дұрыс емес. Мына валидаторлардың дұрыс емес, немесе мен бірдеңені қате жаздым. Валидатор тең болады min value валидатор. Min value валидатор. Дұрыс. Минимальный value валидатор. Мынау 2017 жазылған. Так. Мен сияқты. Мына жерде де жазып қойған. Минимальный set Django set integer field minimum to 1. Мына жерде біраз адам лайк еткен. Және 1 деп жазған. Бірақ неге 1 болмай тұр бізде? Біз әлде мынаны жасамағандықтан ба? 0 деп жазсақ, позиция. Мен бірдеңені дұрыс жазбадым, немесе мынау қателесіп тұр. Немесе информация ескірген. Мынауны қашан сұраған? 2014 жылы. Көрейік, мынау не алған зат екен. Doesn't work in Django дейді. Мына жерде жұмыс жасамайды деп жазылған. Әлде максимумда жазу керек па міндетті түрде. Енді максимум ол жерде болады шығар, жер етал 30 дейді. Енді 30-дан көп болады деп ойламаймын.
кейін кеңейлеріміз егер артылып жатса. Жоқ. Мынау дұрыс. Мынау позиция 0-ге тең. Позиция 0 деген. Жарайды, ал 100 деп жазайық. Не болады екен? Жоқ, мынау вообще валидаторларың дұрыс емес. Мен бірдеңе шатастырып отырмын. Короче, мына жерде валидаторлар дәл мына жерде жазғандай жаздық. Бірақ почему-то жұмыс жасамайды. Әлде мынаны жазуға болмай ма? Көрейік бұнда да. Так, дефолтный тең болады 1-ге. Онда бірінші правила бұзылып кетеді. Короче, маған бұлай жұмыс жасаған керек осылай тұрғанда. Минимум, бұл деген негізі цифр санын ба валидация жасап тұрған шығар мүмкін. Максимум 1, минимум 1 дедік ал. Ал егер қазір біз осыған мысалы 100 деп жаздық. Соның өзінде мына жұмыс жасамай тұр. Білгенімше қызық екен. Жарайды, осылай қала берсін, мен оны кейін қарап көремін. Мына жерде шамасы біз мына жерде қалай жазылып тұр, бізде солай жазып тұрық. 1 деп тұр, минимальный валюта 1-ге тең болу керек. Одан кейін барып. Так. Менде жұмыс жасамай тұр айтып. Мен бірдеңе дұрыс емес істедім ау. Djbook, мынау вообще 1-ге 4 версиясы ма сондай? Кастомный валидатор жазуға болады. Мен ана қайсысы екен? Бір сайтта сондай кастомный валидатор жаздым. Арнайы телефон номерге арналған. Просто мынандай жазады да, мына жерге қосады. Өте оңай. Тест осылай. Бізде енді аналитика, баннер, лендинг, бұның бәрі негізі желатын жасаған дұрыс. Мына үшеуін. Бізге керегі негізі мына жерде пост, page дегенде біз онша істеп жатқан жоқпыз. Name, slogan, text, views count. Так, админге тіркейік, админ. Сайт, регистр, page админ. Сайтта әртүрлі страницаларды қосуға осы жақсы. Page және page окей. Класс page админ.
List display. Бізге бұл жерде не керек? Name слоган. Name керек. Views count. Страницаны қанша адам қарады? Is published. Жарияланды ма? Сосын бүйтейік. Is hidden. Егер жоқ. Оны сонсақ былай жасауға болады. Is published және list editable is published. Use count адамдар қанша рет көрді, осының бәрін біз біле аламыз по идее. Бірдеңе дұрыс емес. View, views count. Міне pages бар. Бұл жерге бізге не істеу керек? Бұл жерге бізге мына views count деген бұл біз оны қолмен өзгертетін затқа жатпайды. Editable false. То есть мынау емес. Editable false-ға тең. Аты біз оны негізі қазақша жазуымыз болады. Verbose name. Осылай жазып шығайық, ерінбей. Жарияланды ма? Блин, ішіп пыстырып жүрді ғой, мына музыка қойшы азырақ. То есть просто так отырған қызық емес та, мына тағы отыру еще. Так. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. De pie marciar que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y en trabajo, la patria cubrirán. Su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad de acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que
se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Page ID бізге тек қана Page ID керек және STR слоган керек и HTML және Page Detail не тең болады. Ну давай тағы да. El pueblo unido jamás será vencido. Так, бізде El pueblo views unido болу керек. jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. De pie marciar que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y en trabajo irán. La patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. ID және Page ID. Jamás será vencido. Окей. Unido jamás será vencido. Енді Page ID осыған тең, одан кейін барып слоган. Ой. Slogan about me. .html. Иә. Бұлар шынымен конфликтовать етеді. Просто мына пост идентификаторы бойынша алынады. Ал егер біз мына жерде слоганды қоятын болсақ, ол слоган өзгеруі мүмкін кейін SEO-ға байланысты. Короче, просто page деп қоса салайық, не проблема. Просто некрасиво көрінетін сияқты да.
главный URL-ға қосайық. Главный URL-ге қосайық. Окей, міне осылай. Каждый страница болмаса мына бірінші постты ашып кетіп тұр. Иә, міне әртүрлі тексттер жазылады. Иә, проблема жоқ. Енді мына жерге бізге HTML редактор қосу керек. Мынандай редактор болмайды өте. Мына постта біз оны қостық. Қалай қосқанын есімде жоқ. Қалай қосудық? Текст, field, шамасы админмен байланысты ол. Summer Node Model admin. Иә, дұрыс, өте дұрыс. Мен Summer Node қолданам. Пока что маған осы ұнайды. Summer Node Fields тең болады Z-қа, текстке. Summer Node Fields тең болады текстке. Қате дейді. Шамасы мен қате жаздым Summer Node Fields дегенде. Әлде басқаша жаздым ба? Бұл жерде не проблема бар? Иә. Мәселе түсінікті. Біреуін жазсақ жетеді деген сөз демек. Шамасы мынаның өзі міне модел админмен наследовать етіп тұр. Мұрагерлік жасап тұр. Яғни бізге қайта-қайта шақырып керек емес. Ол ошибка болып есептелінеді. Бұның единственный минусы мен ойымша жайлау жүктелетін сияқты. Мысалы мынаны қап-қара қылайық. Окей. Опа. Былай шықпауы тиіс. Оны былай шығару үшін біз әрине не істейміз? Сейвті жазамыз. Иә, әртүрлі тексттер жазылады. Осы жерде информация тұрады. Мен туралы, немесе басқа туралы текст кез келген темада. Біз мына жерге енді сол страницаны қоса алатын менюде мүмкіндік болуы тиіс. Мысалға мына жерге меню қосамыз. Мен туралы. Сол кезде мына жерде автор туралы деген страница таңдалады. Типі парақша деп жазамыз и сақтаймыз. Сол кезде ол мен туралы деген страницаны ашуы тиіс. Ал мына жерде ол не істейді? Ештеңе жасамайды. Оны қалай бірдеңе жасатуға болады? Ол өте оңай. Text, nav menu, біз мына жерге сілтеме қоятын кезде условияны тексереміз. Егер if link tip тең болса URL-ге онда осыған тең. Ал егер случайно if link tip тең болса page-ге категория деген бар. Бізге пока что категория керек емес. Демек біз не істейміз? Арнайы page details page ID link page ID болады және slug тең болады үтір қажет емес link page slug. По идее осылай жұмыс жасау тиіс. Типі. Мен тип деген дұрыс жазып алдым ғой деймін. Әлде
мына жерде қалай жалпы типі мен туралы ол парақшаға тең. Егер менюге ашамыз, менюді қайттан. Егер ол page'ге тең болса дедік, if тип тең болса url'ге мынау шығады. Ал егер тип тең болса page'ге, онда мынау шығады. Мына жерде не дұрыс емес сонда? Мен туралы деген шыққан. Бәсе, мен туралы деген шыққан. Мен өзім қуып отырмын просто. Бірақ біреуі шықпай қалды. Ол не шықпай қалды? Инстаграмға жазылы. Бұл деген ешқандай неге жетпейді. Санат деп таңдағам еще мен бұны. Жарайды, ал санат деген таңдаса, онда санатты ашатын етіп қояйық. Бірақ бізге санат деген негізі ол сонсақ мына жақта тұрады. Мен мына категория типінен санат деген алып бастайын. Окей, санат деген мен алып бастайын вообще. Мен туралы міне. Міне осылай. Updated. Nav menu. Updated page admin. Міне осылай жігіттер, қыздар. Блок осындай. Тағы жүктеу. Негізі бұлай автоматически жүктелген дұрыс. Мен ондай функцияда қосам әлі. Бұлай түскен кезде автомат түрде төмен келесі страница жүктеледі. Так, post views. Бір страницада 30 пост болады. Давайте 40 қылайық. 50 есеп екен. 30-ға жарап қалады. Так, одан кейін 30-ға 30. Мен туралы page. Мына жерде міне мен туралы деген страница ашылайын деп тұр. Бұл жерде просто сілтеме безопасный болу керек. Егер мен мынаны өзгертсем, кейін слоган бойынша алатын болсам, мен ол сілтеме случайно интернетке тарап кетсе, кейін ол сілтеме жарамсыз болып қалады. 404-ге лақтырып жібереді. Ал маған ол керек емес. Мына жерге реклама шығарып болады, мына жерге баннерный реклама. Шамамен қанша сағат программировать еттік біз? 1 сағат болды, алдында 1 сағат, 2 сағат. Жарайды. Енді докер немесе сол сияқты басқа заттар қосамыз, докермен іске қосамыз деген секілді. Мына сайтта полностью Django'да жұмыс жасап тұр. Мына блокта Django'да істелген. Сосын тағы бір сайттар бар, ол Django'да істелген. Django'да, Python'да, яғни бәрі Python'да жұмыс жасап тұр. Django'ның жұмыс жасап жатқаным әлі 1 жылда болған жоқ. Ол жағынан опыт аз. Енді баннерный рекламаны қалай жасаса болады? Так, біз план жаздық. Блокта баннер болады. Яндекс
сілтемелер, беттер, сыртқа сілтеме, курстар, посттық астындағы, посттың астында жарнама болады. Яғни ол былай, мына жерде пост тұрады, ең астында рекомендация беретін посттар болуы тиіс. Одан кейін категорияға лучше иконка қосқан дұрыс болар мүмкін, немесе қажет емес болар. Мына жерге баннерный реклама тұрады, Яндекстің рекламасы әдетте. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Қаралым саны. Unido jamás será vencido. Қаралым саны нөлге тең. Jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. De pie marciar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur. Мынау дұрыс қатты. Desde el salar Егер пост қоспай, егер пост бет осыған тең, бұл ашық емес шығар. Блин, ошибка міне. Жарайды. Егер болған жағдайда бұда апдейт деген метод жоқ дейді. Ал мынада не бар ма несін? Get page. Бұдан ашып шап демек. Que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Я, мен туралы дегенде ашып шығарады. Демек, просто былай жасайық. Page, object filter, ID тең болады, page ID-ге. Негізі мына екеуін біріктірсе болады, бірақ просто бізге пока осындай қажет. Және ашылды бір рет, не бір болды. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, иә. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Иә, 34. Енді бұл жерде бұлай болу керек. Қаралым саны, уникалды қаралым саны деген. Ол үшін мен не істеймін? Браузерде арнайы fingerprint болады. Мүмкін мен сол fingerprint бойынша қараймын, немесе кукилар, сессия деген секілді.
Окей. Added will update page use cloud. Барлық жарияланған поста беті парақшаларды алу. Одан кейін барлық бойынша бетті парақты қайтару не үшін? Экранға шығару үшін. Камера керісінше түсіп тұр. Не бар тағы таңдайтын. Біз бәрін тестілеуіміз қажет. Дұрыс сонса. Баннерлі бір реклама тұр. Қандай таңғы болуы? Екі тип болады бізде. Фото түрінде және ол жерде сілтеме болады. Және қосымша
арнайы код орнататын мүмкіндік. Бізде баннер деген бөлімді ашамыз, программировать етеміз. Modules. Так, name, models, Charfield, max length, қанша болады max length? 15. Default, C'était un phénomène, elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Так, личный вот, models, image, код, template, text, models, Ya, begitu deh. Grafica sentimental color roto. Ini bulan позициясы бойынша. Position. Clean to the field. Default none. Okay. Banner gibi. Biz buna arnayı bir Max length banner tip. Okey, banner tipte yok.
типте жазуымыз керек. Max length 1. Давайте. Бізге баннер шығару керек. Please. Publisher models. Ай көшеде жөнердегі болған соң үйдің тентегі уайым болатын әрқашан немересінің ертеңі ауылдың айқай көшесін аралап бақыт кешесін көрсең де үлкен кішісін сәлемін алып Классный. Шаштарын тарап өсірген осыны бабыл тұздамын ауылдың ақсақалдары мейірімге толы жандары батасын берер ботам деп орындалсын деп арманым Конечный точка тракт. Конечный точка осылар. аралап бақыт кешесін Бізге по идее осы көрсең де керек. үлкен кішісін Так, одан кейін поезд бар. Бұл жерде сайдлар тұр. Әрі қарай бұл жерде арнайы баннер тұр. шаштарын тарап өсірген Ол баннер. Иә. Ауылдың айғай көшесін аралап бақыт кешесін көрсең де үлкен кішісін сәлемін алып өтесін ай ауылдың бай қыздарын көрушек айдай біздерін шаштарын тарап өсірген осыны бауыл тұздамын айтылсын бергеніміз ауыл ғой біздің сәніміз Былай ұрады. Енді баннер қалай болатынын біз шынымен елестете алмаймыз. По идее былай қояйық, пустой ештеңесіз. Ай-яй-яй. Banner for banner in banners and for. Жарайды, былай істейді. Егер картинка болса, просто картинка шығарады. Image, src, banner, image, url дейміз бұндайды. Пока что осылай тұрсын. Және мына жерде біз return get banners. Бұл енді қалай болады? Экранға шығаруымыз қажет. Ол қай жерде тұрады? Base. Мына жерде
banner slot banner load banner болады. Так, қосылмады ма не бірдеңе? Неге өшіп қала береді? Қайта мына жер пустой, ештеңе жоқ. Иә, өте дұрыс, солай болуы тиіс. Admin сайт admin сайт регистр баннер. Бұл жерде бәрі обязательный. Image болады, код болады. Ал негізі ол обязательный емес. URL не обязательный, егер ол арнайы код болса. Blank, true. Код null, true, blank, true, не обязательный. Image, егер код болса, image не үшін керек. True, blank, true. Типі енді маңызды, иә. Осыны көрек. Давай. Аты. Тест. Курстар. Сурет. Image. Pictures. Japonia. Bro. Is published. Иә, осылай. Мына жерде түк те жоқ. Себебі is published. Мынаны өшірдік. Иә, нормально осылай. Ал енді шығу керек. Иә, өте дұрыс. Ғажап өте просто. Келесісі былай. Тегін курстар 2 дедік. Сурет және картинка. Downloads. Pictures. Ноутбук осы. Position 2. Окей. Астында ештеңе жоқ па не? Ештеңе жоқ астында. Себебі is published false да тұр. Дұрыс, иә. Міне осылай мына жерге шығардық. Бұны енді бірінші жоғары көтеріп қою мүмкіндігі болу керек. Мынау бір мысалға, мынау 2. Сондай жағдайда анау жоғарыда тұру керек. Оны біз қалай істейміз? Өте оңай. Мына біз конечный точканы сол үшін жаздық. Кейін біраз жерге тарап кетсе, осы жерден өзгерте саламыз. Міне жоғарыда тұр. Енді бұл кішкене әдемі болып тұруы тиіс міндетті түрде. Text banner. Бірінші біз условиямен тексеруіміз тиіс. Banner if banner тип тең болатын болса image-ге, егер ол картинка болған жағдайда ғана. And if сондай жағдайда осылай болады. Енді бұл кішкене әдемі болып тұру үшін біз карттың ішіне ме қойғанымыз дұрыс болады. Карт body осылай. Осылай тұрады. Міне осылай. Бұлай қатты әдемі емес. Жайт пока что осылай тұрсын. Және карт мына жерге жазамыз. Карт title banner name егер болса әрине. Міне карт title banner name. Қалай жазушы еді? Карт header H3 типа осылай болушы еді ғой. Иә.
оны мынаны сыртына жазады. Сыртына так, Bootstrap'та карт қалай жұмыс жасайды, біз соны қарауымыз керек. Егер қателеспесем осылай. Міне осылай. Енді былай қойған чертовский әдемі емес. Мына жерде арнайы баннер тұрады. Егер ол мынау жоқ болса, егер карт титл болмаған жағдайда, просто текст түрінде. Оны біз кәдімгі түрінде былай істеуге болады. Негізі мынаны алып тастайықшы одан да. Бізде арнайы сызылған дизайн жоқ. Сондықтан біз өз фантазиямызбен әдемілеп тұрып басамыз. H3. Не осындай. Бетейік. Ыңғайлы болу үшін былай жазайық. Sidebar, banner. Сірә sidebar деген классқа бағынады бәрі. Соның ішінде арнайы banner тұрады. Фон сыртында осылай. Енді соның ішінде арнайы CSS-ке біз арнайы правила жаза аламыз. Sidebar баннерге мысалға. Margin bottom 1 pixel. Мен қате жаздым, немесе бірдеңе дұрыс емес. Sidebar banner margin bottom 30 пик. Мүмкін кэштеліп тұрған шығар, мына браузер өте қатты кэштеледі. Кэштеліп тұр екен. Және бұны sidebar banner image border radius 10 pixel. Кішкене әдемі болып тұруына болады осылай. Міне осылай. Тегін курстар. Және мына жерге H3 класс banner title. Sidebar banner және banner title font size 18 pixel. 18 pixel слишком үлкен емес, слишком кіші. Давайте 23. Және бұл да кішкене margin етейік. Margin bottom 5 pixel. Кішкене әдемі болу үшін margin bottom керісінше кішірейіп кетті ма деген болды. Тегін курстарға жазылды. Box shadow 003 1 pixel RGBA 0.1. Вот, не осылай істеуімізге болады. Және бұл жерде енді қалай валидация жағынан қалай болатын білмедім, бірақ бізге мынандай болу керек. Картинканың үстін басқанда ол жаңағы арнайы сайтқа өту керек. Ол әрине banner URL болады. Біз banner URL-ге не жазғанымызды есімде жоқ, әрине. Мынаны көрейік мысалға. Мысалға https курс kz. Не, курс kz. Басқан кезде міне осыған өтеді. Без проблем.
осыған өтеді. Мына көлеңкенің көлемі слишком үлкендеу сияқты. Давайте 6. Е, 6 нормально сияқты. Енді мына жоғарыдағы атауы бар. Біз тек бұл көлеңкені мүмкін сол картинка ғана қосармыз. Бұл жағынан енді дизайнды ойластыру керек алдын ала. Дизайн жоқ болса, полный чушь болуы мүмкін кейін. Чушь сияқты көрінуі мүмкін, полный фигня болып. Осылай ұнап тұр маған. Ал енді ол код болған жағдайда бізге ешқандай ондай жаңағыдай не керек емес. Стилдер. Else просто былай істейміз. Else просто banner code және save. Осы жерде арнайы код болады, ол код мына жерге не шығаратынын өзі біледі. Мүмкін бірдеңенің рекламасын шығарар, бір курстар, мүмкін бір оқыту орындары, тауар. Сондай реклама кетеді. Маған ұнап тұр жалпы мынау, әдемі шықты. Және бұның барлығын біз админка арқылы реттей аламыз. Мына шрифтіні реттеу қажет, мына шрифт маған қатты ұнап тұрған жоқ. Оқуға ыңғайлы қандай шрифт бар басқа. Осындай баннер. Кейін басқа да идеялар бар. Мысалға, мына жерде ұқсас ұсынылатын посттардың тізімі болуы тиіс. Ол жерде алгоритм ойластыру керек. Ол жерде қалай шығарамыз посттарды? Соңғы посттарды шығарамыз ба? Немесе танымал 10 пост шығарамыз ба? Немесе осыған ұқсайтын посттарды шығарамыз ба? Белгісіз. Қалай дұрыс болады? Осыған ұқсайтын посттарды шығаруға болады. Мысалға, сайт жасау ма? Немесе мынау сайт жасау деген категорияға жатады. Сайт жасау категориясындағы топ 10 постты шығаруымызға болады. Оған енді идея көп. Сосын мына жерге қандай виджет қосуға болады тағы. Әрине мыналардың да орнын ауыстыратын етуге болады админка арқылы. Бірақ оған ешқандай смысл көріп тұрған жоқпын. Бір жарым сағат алдында 1 сағат, 2,5 сағат, 3 сағаттай программировать еттік. Сосын арнайы сілтеме болу керек. Бети ссылкаларды іздейді. Арнайы сервис, то есть интернет. Сақалдары, мейірімге толы жандары, батасын берер ботам деп, орындалсын деп арманы. Ауылдың айғай көшесін, аралап бақыт кешесін, көрсең де
жарайсың Билайн. Қандай керемет оператор. Қандай керемет провайдер. Көрушек айдай біз бәрін, шаштарын тарап өсірген, осыны бауыл тұз дәмін. Дегенмен басқа жаққа ауыру тұрдап Django фреймворк негізінде оқиды жаңағы Flask. Так, бұған қатысты тағы да идеялар бар. Біраз отыру. Қазір біз көрсеңді үлкен кішісін, мынаны сәлемін алып өтесін. Ай ауылдың пай-пай қыздарын, көрушек айдай біз бәрін, шаштарын тарап өсірген, осыны бауыл тұз дәмін. Айтылсын біргеміз, ауыл ғой біз. сәлеміз. Бұл жерде біз дата жинауымыз керек. Именно қолданушыларға қайсысы қызық болды. Біреуді сүйіп тұрып, өртеніп күйіп тұрып, ол мойындамайды, намысын биік қылып, қыз жүрегі, айта алмай арманын үзігеді, айтылмайтында, байқалмайтында, құпия толы қыз жүрегі, үнсіз күйетін, тілсіз сүйетін, құпия толы қыз жүрегі. Бақытты қаласа да, Жалпы осылай. біз аласаға, Бүгінше осымен аяқтайық. Айтарлықтай ештеңе болған жоқ, просто лайф кодинг формат. Әрі жалғастырамыз деп ойлаймын.